Оспанбекова Нұргүл Құлтайқызы 1956 жылы Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Бірлік ауылында туған мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасының иегері. 1981 жылы Жамбыл облысы мемлекеттік мұрағатында бірінші категориялы мұрағатшы. 1986 жылы Жамбыл облысы мемлекеттік мұрағатының директоры. 2000-2014 жылдары Жамбыл облысы әкімдігінің мұрағаттар және құжаттама басқармасының бастығы қызметтерін атқарып, 2014 жылы зейнеткерлік демалысқа шыққан. Сол жылдан бүгінгі күнге дейін мемлекеттік ежелгі Тараз ескерткіштері тарихи-мәдени қорық мұражайы директорының орынбасары. Салт дәстүрі дегеніміз біздің өмірімізбен біте қайнасып келе жатқан біздің мәдени және рухани азығымыз деуге болады. Біздің орыстар айтпақшы неписанный закон дейді ғой, сондай жазылмаған біздің заңымыз осы салт дәстүрлеріміз. Осы қазақ біздің осы салт дәстүрімізбен-ақ ұлағатты ұлдарды, иман жүзді, инабатты қыздарды тәрбиелеп өсірген. Балаларды жамандыққа жібермей, жақсылыққа, шаруашылыққа, жанұялыққа баулыған. Бауыржан ағамыз айтқан екен, менің өмірімдегі көргенімде осы ұлттық салт дәстүрлердің маңызы зор деген екен. Соғысап біздің ата-бабаларымыз ежелден осы бала тәрбиесіне, ұрпақ тәрбиесіне өте көп мән берген. Осы адамгершілікке, сабырлыққа, кішіпейілдікке, иманжүзділікке сондай баулып отырған баланы. Қонақжайлыққа. Қонақжайлық біздің қазақтағыдай қонақжай ешқандай халық жоқ шығар, оны білесіздер. Мен өзімнің анамның бір сөздері үнемі есімде тұрады. Ол кісі жалғыз маған емес, өзінің балаларына, немерелеріне, шөберелеріне де қазір айтып жүр соны. Дейді, кісі келсе есікке дейді, жүгіріп шық, кешікпе дейді. Кешігіп шықсаң есікке, кесір болады нәсіпке деп. Осындай қандай бір сөздер деймін да қазақтың. Әр халықтың өзінің ұлттық қасиетін, ұлттық ерекшелігін білдіретін салт дәстүрлері бар. Оның ішінде біздің қазағымыз салт дәстүрге бай, оны білесіздер. Қазіргі соңғы жылдары көп ұмытылып кеткен салт дәстүрлеріміз қайтадан жаңарып, жаңғырып келе жатыр. Әсіресе мынау наурыз кезінде қазір көп біздің ұлттық дәстүрлеріміз, ойындарымыз өнеге болып, сондай ұрпаққа дәріптеп келе жатыр көп. Енді салт дәстүрлерінде түрі көп. Ол мысалы тәрбиелік салт дәстүр дейді, отбасылық салт дәстүр, ислами салт дәстүрлер бар. Тәрбиелік салт дәстүр десек, адам өзі бала шыр өтіп дүниеге келгеннен бастап бесікке салу дейді, қырқынан шығару дейді, тіл ашар, тағы да құдалық дейді, сондай көптеген әдемі жақсы дәстүрлеріміз бар. Отбасылық десек, ең басты маған ұнайтын дәстүрлердің бірі ол қыз ұзату дәстүрі. Қыз ұзату, сырға салу, жаңағы құдалық дейді, төс қақтыру деген бар. Соның кейін үлкен астан ауыз ти деген бар. Нәмеңгерлік деген бар. Өте көп сондай салт дәстүрлеріміз. Ислами дәстүрліге келсек, ол жаңағы айт дәстүрі бар, ораза ұстау, садақа беру, зекет беру деген сияқты қайырымдылыққа сондай бір дәстүрлер өте көп бізде. Қызға 40 үйден дейді, ұлға 30 үйден түй деп айтқан ғой. Бұл тиімділіктер баланы тек қана жақсылыққа баулыған, жамандық жолдан тыс жүрсін деп жаңағы отбасылыққа, шаруашылыққа, еңбекке баулып отырған. Қазақ айтады ғой, 6 жыл аш жүрсең де атаңның салтын ұмытпа деп. Сол айтқандай, ертеден-ақ біздің ата-бабамыз ұрпақ тәрбиесіне жаңағы мән берген деп айттым ғой. Енді тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген сөздер бар тағы да. Мені ұятқа қалдырма, тәрбие, сен жаман болсаң дейді, жамандық сөз бізге келеді, тәрбиесіз деп айтады деген сөздер бар. Ал енді мен ойлаймын, жаңағы осы біраз ауыр сөздердің ішінде тәрбие көрмеген, тәрбиесіз деген сөз ең ауыр сөз деп ойлаймын мен да. Сондықтан
ешкім де баласын жаман болсын демейді. Бәріміз де баламызды жақсы болсын деп өсіріп жатырмыз ғой. Сондықтан менің бетімді жерге қаратпа, жақсы жолмен жүр, жақсы бол деген сияқты өсиеттерді қазақ көп айтады. Біздің әрине архивтің ең бірінші міндеті ол тарихты жинау ғой, ол тарихтың ішіне салт дәстүрде кіреді. Біздің 1917 жылдан бастап құжаттар бар. Соны ескі құжаттарды қарап отырсаң, осы салт дәстүрлер туралы да көптеген мәліметтер қарап отырасың. Салт дәстүріміз енді жаңағы біздің қазақ бұлжытпай орындап отырған ғой, бір заң сияқты болғанда. Осы салт дәстүрмен баланы, ұрпақты тәрбиелеп отырған, сонымен қатар осы заңмен, осы салт дәстүрді бұзған адамды осы заңмен оны деп отырған, жазалап та отырған. Біздің Бауыржан ағамыз айтқандай, салт дәстүрдің ешқандай жаманы жоқ, маңызы өте зор деп, осы салт дәстүрлерімізді үнемі ұстап отырайық, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырайық, келешектегі мына балаларымызға жеткізіп отырайық осы салт дәстүрімізді дегім келеді. Қазіргі жастарды мен жаман деп айта алмаймын. Себебі олар бізден де ақылдырақ деп ойлаймын өзім. Мүмкін кейбіреу бір салт дәстүрді білмейтін шығар, отбасында айтылмаған шығар мүмкін да, бірақ дегенмен білім жағынан олар өте білімді. Себебі қазір жалпы бізде енді кітаптар болды ғой, Құдайға шүкір, бірақ дегенмен қазір бұларда дембе-дем жаңағы сұрақтарына жауап алатындай мүмкіндіктер өте көп. Ешқайда бармай, үйден шықпай-ақ та, сондықтан ақылды олар өте. Енді біз, мен өзім ардагерлер кеңесінде аналар алқасының мүшесімін. Сол өзіміз біраз оқу орындарына барамыз. 8-7 класстардың оқушыларына біраз тәрбие сағаттарын дейміз бе өткіземіз. Сонда қарап отырсаң, уже бір нәрсені мынау болмайды деп айтып отырсаң, уже тәрбие көрген қыздар көрініп тұрады да, бірден мына шаш шайып жүрге болмайды, ежелде ондай жамандыққа, арындыққа не алған дейсің бе. Дереу жаңағы қыздар шаштарын жиып бүйтіп алады да, жаңағы опа дейсің ғой. Соғысап көптеген, мысалы біздің кезімізде сұрап қойыңдар дегенде сұрағымыз жоқ деп тып-тыныш тезде құтылуға асығушы еді ғой бәркелде. Қазіргі жоқ, жастар өте білімді, білімге құштар, сондай көп жастар. Сұрақты өте көп қояды, жан жақты сұрақтар қояды. Ол өте қуанышты нәрсе, оның өзі адамның біліктілігін білдіреді, жаңағы балалардың. Әр адамда көп ондай әттеген-ай деген нәрселер. Бірақ жалпы жыл өте келе қарасаң, ол әттеген-ай деген, бүгінгі әттеген-ай дегенің ол өмірдің өзі сыйған Алла тағала маңдайыңа жазған нәрсе болады екен да, соны білесің өзің өмірде. Бірақ әрине әттеген-ай дейсің, өзіміздің тілімізді жастар сәл ұмытып бара жатыр да, әрине бұл әттеген-ай дейсің, қабай-ай дейсің. Мүмкін біздің де кезінде кемшілігіміз болды ма со деп ойлап қаласың да. Құжаттың бәрі орыс тілінде болғаннан кейін сол орыс тіліне қарай бейімделіп кеттік. Ал қазір енді қарап отырсаң, басқа ұлттың өкілдері қайта біздің қазақ тіліне құмар білдіртіп жатыр қазір көп. Орыстардың да жаңа басқа ұлттың өкілдері, жаңа шетелден келгендер де мысалы біздің қазақ тіліне қызығушылықты көп танытып жатыр. Біздің мақал мәтелдеріміз, біздің жаңағы жеңгемен қайның ортасындағы, жаңағы құда мен жекжаттардың ортасындағы қалжың нелердің өзі ондай, мен ойлаймын, ондай ешқандай ұлтта жоқ ондай. Мысалы, қазіргі біздің балаларды мысалы ауылға жіберші, біреу жаңағы ой, мына жиен келді деп бірдеме деп қалжың айтсыншы, ол бала түсінбей қалады оны. Ауылда жүрген балалар, қазақи балалар, олар оны жақсы түсінеді. Сол сияқты нелер көп енді. Ең бірінші маңызды ол отбасында береме тәрбиені маңызды, одан кейінгі қоршаған орта ғой. Қоршаған ортасының бәрі орысша сөйлегенге қазір өкінішке орай көп балалар орыс мектебіне ауысып жатыр. Енді оның ата-анасы бар, олар айту керек деген сияқты. Одан кейін біздің ол өкіметімізге де байланысты. Мысалы құжаттың бәрін қай жылдары бір тек қана қазақ тілінде бізден келіп түскен бізге құжаттар. Қазақ тілінде жауап неғанды требовать еткен да. Сол кезде біз моментально қазақша сөйлеп кеттік, қазақша жазып кеттік. Жазамайтын біз оға дейін. Сол сияқты қазір соны қатаң түрде не қылса, бәрі де қазақша мектепке ауысып кетеді.
деп ойлаймын мен. Да, орысың да ауысады, басқа да ауысады керек болса. Егер де біздің мемлекетте тұрамыз деп, мемлекеттің осы азаматы боламыз десе, мен ойлаймын ауысады бәрі де қазақ тілі. Отбасында апамыз ылғи айтып отыратын, иә, орысша сөйлеп, орыс боласың ба? Орыс қайтеді сені дейтін апамыз. Сол сияқты ана тілімізді, қазақ тілімізді өзіміздің бала шағамызға да, қазір мінекей немерелерімізге де сол апамыз сөзін мен айтып отырамын немерелеріме. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, біздің қоғамда жастар көп орысша сөйлейді. Бірақ соның өзінде үйге келгенде орысша сұрақ қойса мен жауап бермей қоямын. Үндемей түсінбеңіз, естімеңіз отырамын. Ой, апа, тәке, сен неге өйтесің дейді. Сөйтіп барып қазақша жауап берсе, деп күліп қоямын ғой.